бәрін айтта бәрін айтайық жолдастар. Алекс қонаққа шақырып жатыр. Осы 4 күн бойы демалыс. Германияда Пасханы тойлап жатыр. Христианский праздник. Сол қазір Алекске барып, шамалы қонақ болып, үйімізге қайтармыз. Так, жолдастар, кеште батты. Бүгінгі күнді Алекс үйінде қонақта өткіздік. Ата-анасы Қазақстанда, Жамбыл облысында кезінде туып өскен. Алекстің өзі де Жамбыл облысында туып өскен. Сол бүкіл әңгіменің бәрі Қазақстан туралы болды. Неше түрлі әңгіме айтып, сол қазақ болса халқы туралы айтып жатыр да, сондай жақсы халық. Вот, Қазақстанды сағынып жүріп, бірақ уже кемпір шал болғасын енді осы жақта тұрамыз қазір деп. Сол болып жатқан нәрселерін, басынан кешкен хикаяларын бәрін айтып, көршілеріміз бар еді жақсы қазақ деп, сол бәрін еске алып, ал мынаны білесің бе, мынау не болып жатыр, қазір Жамбыл қалай, жақсы ма, жаман ба, не болып жатыр дейді да, соның бәрін айтып түсіндіріп, сол бір әңгімені майын тамызып, кері қарай өзім үйіме уже қайтып бара жатырмын. Солай жолдастар. Так, жолдастар, базарға келдік. Это же базар, да, грубо говоря? Неше түрлі бәлені сатады. Қап-қараш келе жүр ғой мынау. Темнокожих очень много, да? Ну, не говори. В общем, жолдастар, магазин болғанда көше ғой. Көшенің бойында тұрған анау-мына қыртым-сыртым кешемелатей сияқты нәрсе. Дядюрамен барып келдік, посмотрели. Ештеме жоқ ондай. Кілең қап-қара негрлер, да, братан? Кругом. Вот. Түрі как будто в Африку попали. Кеттік әрі қарай. Неше түрлі жүнбасарларда жүр. Әрі қарай кеттік. Қазір медиамарктке барамыз. Дядюраға телефон алу керек. Мен анау-мынау нәрселерді көрейін. Сөйтеміз де кері қайтамыз. Осындай қала жолдастар. Гамбургтың шет жағасында келе жатырмыз. Гамбургты көрмеген адамдар болса, міне осы. Адамдар көшеде маскамен жүр, көшеде болғанда мына бір жерге кіретін болсаң. А так, маскасыз. Көшеде анау-мынау тамақ сатады. Кафелердің анау-мынауларында жұмыс істеп жүр. Бәрі бар енді. Ондай борщ алайық. Жақсы өте. 2,5 евро. Өзгөшөнкіде бар біздің Германиядағы жолдастар орыс магазины. Кстати, да, надо взять этот. Сушки. Юра ағамызбен Volkswagenге келдік. Мынандай электронный Volkswagenдер тұр. Су жана. Бағасы қанша болады екен, құдай біледі. Бағасы жазылып тұрған шығар мына терезеде. €38.155 евро. Электронный 86 мың. Ішінде не бар дейсің ғой? Кәдімгі простой Volkswagen ғой. Так. Сзади вообще нормально, братан. Да, вообще. И прохладно, и нормально. Короче, айраншып кетіп бара жатырмыз дядюрамен бірге.
Алдынан осы жерге келіп отырып, демалып, короче говоря, бас тастап кетіп бара жатырмын. Басқа не жаңалық болсын? Дұрыс па, дядя Юра? Әрине. Дядя Юраның қазақшаға үйретіп жатыр. Дядя Юра, скажи «Ошиши». Ошиши. Это значит четкие пацаны. Ошиши. Ошиши. Вот солай. Ошиши деп етімізді пісіріп жатырмыз. Так, етіміз пісіп жатыр. Спокойно, жемин. Дядя Юра, на этом все же, да, у нас? Мясо все же, да? Закончилось же, да? Да. Еще фарш есть, фарш можно пожарить. Фарш это потом можно, если что. Ты сидишь в ошише, Да, ошиши. Дядя Юра, теперь постоянно будешь говорить, да, ошиши. Чуть что, блин, будет бахать. Баговец остановит полиция. Скажи, ошиши. Ошише, ты что, блин, мужик, блин. Так, ну что ж, дядя Юра, уже готово. Отлично. Курица, по-моему, получилась просто обалденной. Давай сюда. Слушай, вот это вот что-то мне не нравится. Пускай постоит. Да, вот это тоже пускай постоит. Так, даем болды уже почти. Так, жолдастар. Осы. Так. О. Спасибо большое. Давай попробуем, поедим. Да. Ну что, как, дядя Юля? Отлично. Вроде отлично получилось. Так, оставим доволен. Обалдеть. Давно уже висит, но она уже начинает выгорать. У меня дома висит такая же, новая, только таким цветом. У меня на всех машинах. Домой тянет, да, Гарри? Да, я бы сейчас с удовольствием съездил. Но теперь... Обстоятельства. Спасибо большое, братуха. Это вот где мы живем. Вот это все у нас находится 2 километра от меня. Вот эти замки все. Вот наш город Фюстен. Я же тебя все звал, и сегодня это как... Блин, я приеду с супругой. Давай. Здорово, спасибо большое. Магнитики домой заберешь, я не знаю что. Это вот давно со мной ездит, блин, уже сколько Что уже. это? На, Что это? можешь открыть. Наш. Нифига себе. Вот, это у нас находится. Этот замок называется вот так. Один. Это еще один находится в Австрии от нас недалеко. Линдерхоф. Да. Вот Мюнхен, это тоже рядом от нас. Вот это тоже у нас находится, рядом с этим белым. Хофеншвангау. Блин, спасибо большое, братан. Не за что. Я давно ждал этого момента. А это не все. Самый главный. Держи. О, Еще и нифига на русском. себе. Ты же хотел флаг, но флага я не нашел, который в машину. У меня такие же висят. Ой, блин, С братан, другой стороны, спасибо такие большое. же висят. Казахстанские подписчики пишут, где флаг, где российский флаг. А я найти не могу такой маленький. Да, а Нету. российский флаг у меня, когда я переезжал, он сломался. Да. Ё-моё, спасибо тебе Это большое. повесишь. Это обязательно я их просто повешу. 2 вместе сделал. Обязательно.
жерлестер. Жолдастар, дядя Юра, вот сюда, да. Дядя Юрамен бірге магазинге келдік. Куртка алуға. Да, дядя Юра? Да. Как там надо было говорить? Ош-ше. Ош-ше, я. Жұмысқа куртка алу керек, сол куртка алуға келдік. Магазин ғой специально. Зорға дегенде таптық. Это уже зимний вариант. А, смотри, отстегивается. Да. Ну, такой на зимний вес вроде. Смотри. Капец, да? Двойной. Да. Сколько евро? 3033 евро. Шучу. Надо спросить, сколько. Я брал вот такие, братан. Вот. Я взял вот такую. 79 евро, по-моему. Алекс покупал мне. Подарил. Ну да. Ну, это классная вещь. Это вещь классная, да. Вот такую посмотри. Нет, знаешь какую? О, если бы у него нож, да, у нас. Да. Они Да, классные. карман есть? Карман здесь, карман вот здесь. Да. Вот такой вот надо брать. Во. Сколько он стоит? Где у него ценник, ё-моё? Где-то же должен быть ценник. 3000. Не 3000. А тенге сколько? Тенге? Да. 3 евро. Фиг его знает. Шапка 7 евро. Вот это 74 евро стоит вон. А этот 19 евро. Да. Ну, это самое. Летом тогда жарко. Блин, это Маловат? чего это? Нет, так-то нормально. Худеть надо. Худеть надо. Там точно худеть надо. На Бориса Моисеева похож. Улыбаю. Да. Улыбаю. Я шучу, братан. Он же земляк был. Земляк? Да, сладкий. Хорошая тема, да, братан? Одел и пошел. Да, я говорю, для нашей Вот работы прям осенне-весенний вот это самый вариант. это он размер, да. Спроси, может, есть больше размер? Это какой размер? Блин. Это М-ка? Да, видишь? М-ка, да, это мой размер. Это тоже блин. А ну-ка, дай я примерю. Чему тут удивляться? Да. Жолдастар, дядя Юра мынандай жилет алып берді, ё-моё, 20 евро. Керек емес десем қоймайды. Дядя Юра осындай подарки жасады. Дядя Юра, спасибо тебе большое. Да нет. Спасибо. 20 евро. Для безопасности надо. Да. Өйткені көктем уже күн жылып келе жатыр. Қалыңды уже кие алмайсың. Мынауың жұқа. Тамаша. А к ним зачем? Что-то будем брать еще? Да. Я забыл этот самый. Извините, с контактами. Вот. Обычный электрический, что ли? Ну да, электрический. Ну, одна розетка и 3, блядь, типа. А, ну. В Ленчике забыл в одном отделении. У меня был с собой. Угу. Забыл. Ну, пойдем купим. Ну, теперь надо. Хочу попробовать это. То, что мы купили в этом чурке. Что это? Ну, усилитель. А, А для него надо 2. Он же в ток включается. ага. А у меня комп сейчас, ну, подключен типа. Угу. Вот, а вторую розетку надо для этого херни, блин. Типа. А, теперь все понял. Так, правильно будет? Правильно. Да. Мясо. Охренеть. Саған мені оттуда іздегеніне қанша болып білесің бе? Блин, Дидар, брат, рахмет саған. Вообще красава. Ең қымбат подарок қой бұл сияқтағы ше. Охренеть. Рахмет, брат. Машинаға іліп қоямын. Обязательно. Иә.
Даже Монғолияның жігіттері, мен Монғолияда болдым ғой. Өзім Монғолдың флагын қойыпты ғой. Ё-моё, мынауың дейін. Брат, рахмет. Давай. Это наш подписчик, который подарил нам флаг. Казахстанский флаг, друзья. Вот эта тема. Дидар, брат. Давай, жақсы. Давай, братчики. Красава. Мынауың деген жынды подарка ғой, мынауың деген, ё-моё. Мен Москвада таба алмағанмын бұндай подарка. Мен Москвада таба алмағанмын бұндай подарка. Бұл действительно өте қымбат, мен үшін өте қымбат подарка. Охренеть, Қазақстанның туы қолдан тіккен. Ё-моё. Дедок, красавчик просто. Так, кеттік. Машинамызға алып қоямыз туымызды. Біздің жігіт, Дидар деген біздің жігіт, Шымкенттің жігіті. Осы жақта жұмыс істейді. Общий знакомыйларымыз да бар екен. Әкім деген брат бар біздің. Әкім брат көріп отырсаң, саған мыңда бір сәлем. Біздің Қазақстанның жігіті тоже әкім брат туралы айтатын болсақ, ол действительно осы бір действительно конкретный браттың бірі. Әкім деген өйткені айтатын әңгіме көп, оны как-нибудь айтармын. Өзінің осы Қазақстанымыздың вообще мәдени жағынан, салт дәстүрінің жағынан өзінің лебін салып жүрген адамдардың бірі. Сол қазақи жылқылардың қамын ойлап, даже қойдың қамын ойлап, даже мына қазақи тазиттің қамын ойлап жүрген адамдардың бірі. Өз ақшасын сатып алып Қазақстанға жіберіп, соның популяциясын көбейтіп жүрген адамдардың бірі. Дидар да біздің брат, осы Қазақстаннан келген. Бірнеше жыл осы Гамбургте, Германияда жұмыс істеп жүр. Молодец. Қолы қимылдағаннан аузы қимылдайды дейді, үйге жата беріп, анау жаман, мынау жаман, қайын жұрт жаман, туысқан жаман, президент жаман деп жүре бермей, тіршілік істеп жүрген жігіттердің бірі. Молодец, красавчик. Мен өзім ойлаймын да, осы жаққа келіп, Германияға я басқа мемлекеттерге келіп жұмыс істеп жүрген осы біздің бауырларымыз, ол өте действительно, қалай айтсам екен, бір жағынан батыл жігіттер, өйткені белгісіз жерге келіп, танымайтын мемлекетке келіп жұмыс істеп жүрген өзіміздің браттарымыз бар. Арман деген брат бар, Бекқожа деген браттарымыз бар. Сол Бека брат, Дидар міне тоже біздің жерлесіміз. Әкім деген өзіміздің братымыз бар. Осылардың барлығы конкретный тамаша жігіттер. Так, бәрін айтта, бірін айт дейді. Көп рахмет, Дидар, саған осындай сыйлығыңа. Көп рахмет. Келесі сыйлық менен. Так, кеттік, үйге барайық. Үйге барып жатып демалайық. Бүгінге осы жолдастар. Сонымен жолдастар, жұмысқа келдік. Қазір бірінші рейсімізге кетеміз осы аптадағы. Сен мынаны қарасайшы. Дидар брат, мыңда бір рахмет. Действительно, сыйлық десе сыйлық екен. Әңгіме жоқ. Тамаша. Сыйлықтар туралы айтатын болсақ, тағы да бір сыйлығымыз бар. Бұл Гарри деген біздің жерлес, Қазақстаннан келген. Арнайы іздеп келіп машинамен міне осындай сыйлықтар тартып кетті. Мынаны біз іліп қоямыз міндетті түрде. И және міне мынандай сыра ішетін национальный немістің кружкасын алып келді. Гарри брат, аман бол, қайда жүрсең де. Өстіп әйтеуір жерлестерімізді көріп, кездестіріп жүрміз, жолдастар. Так, машинамызды қоттап, оталдырып, әрі қарай жылжиық, жолдастар. Осымен жұмыс басталды, жолдастар. Барлықтарыңызға апта тыныш өтсін, жұмыс жемісті болсын. Міндетті түрде бір-бірімізді қолдау үшін жазылуды ұмытпаңыздар, жігіттер. Келесі кездескенше.
жолдастар жеттік әйтеуір. 2,5 сағат ұрып келдік. Арал дейді. Мынау арал ма не? Аралға да жетіппіз ғой. Ар жағында уже Қазалыда келіп қалатын шығар. Так, 4 шақырым қалды. Құдай қаласа бір 5-10 минуттың ішінде жетеміз. Жүгімізді тапсырып кері қайтамыз. Осындай кәдімгі немістің ауылы. Кәдімгі немістің ауылы. Біздің ауылымыз әрине қанша таза болса да, қанша асфальт болса да, өзімнің туған ауылым жақсы әйтеуір. Туған қалам өзіме жақын. Ауа райы плюс 12 градус, жаймен жылып келе жатыр. Күн нормально болып, азанда келіп машинаны қоттап, автомобилін қосқам, өйткені іші салқын болып тұр екен машинаның. Сол шамалы жылытып алып, машинамызға мініп алып, әрі қарай кеттік. Айтпақша бара жатқан жеріміз бәріңізге белгілі. Осы бара жатқан жерде бір емес, бірнеше рет уже болғанмын, сондықтан да погрузчик балдармен де танысып алдым. Біреуі бір Қазақстаннан орысша, екіншісі Ресейден келген кезінде көшіп. Сол өзіміздің жерлестерде жұмыс істейді. Анау-мынауды айтып көрсетіп жүреді, нормаль жігіттер. Өлеңімізді қосып қойып, радио не дейді? Мына шора бейшара ғой. Иә, мынау шора бейшара ғой мына ауылдағы. Точно шора бейшара. Ой, мына навигаторда қақсап қоймады ғой. Жолдастар, мына өлең естеріңізде ма? Короче, осындай өлеңдерді қосып қойып, жаймен ұрып бара жатырмыз. Мына жерде де болғанмын кезінде, ар жағында жүгім тапсырғанмын. Мына жерде де болдық. Мынаны қара. Астапыралла, бісміллә. Ойбай, мынау несі? Көрдің бе? Спокойно төбесін жауып алды да, крышасын әрі қарай кетіп бара жатыр. Ауылға жіберу керек, осындай бар. Мырзахан деген ағам бар, соған салып жібермесең осындай бір машинаны. Бар ма орасай? Чу, я так хочу деп айтып бересің ба? Жүрсің ауылдағы жеңгешкілерді сындырып. Қалжың ғой. Англияның машинасы. Кабриолет. Көктем келгесін, бәрі жаймен уже гүлденіп келе жатыр. Айналаның бәрі әйтеуір құлпырып. Қазақстан болмаса да, шамалы көзді қуантады. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырып бара жатырмыз. Жолдастар, 14 шақырым қалды алдымызда. Осындай ауылдың арасымен жүріп, құдай қаласа 17-18 минутта уже жетеміз. Боми деген жер бар. Боми деген ол сокращенно ғой. Бо деген ол Боби деген компания, Ми деген Минден деген қаланы білдіреді. Сокращенно Боми. Осындай міне бағаналар тұрады. Ұшып келе жатсаң, көзің елеріп, шалп етіп суретке түсіріп алады да, әне-міне дегенше сәлем бердік апалып қораға тығып жібереді. Ауылдың арасында 60 шақырымнан артық жүруге болмайды. Осы күнге дейін, осы 1,5 айдың ішінде менде уже 2 айыппұлым бар. Біріншісі 35 евро, екіншісі 160 евро. Көзімді бақырайтып 97 мен ұрып келе жатсам, шалтыр ете қалды ғой әкеңнің аузы. Келесіде уже шамалы артты қысып, шамалы жаймен жүреді боласың. Жаймен жүргенде тоже автобан бойынша түсіп келе жатып машинамен енді спускке тормозды енді күйдірмейсің ғой енді. Сол 2 рет сондай жағдайға түсіп қалған. Біріншісі 35 евро, осы ауылда келе жатып, тоже поворот 90 градус поворотқа бұрылып, әрі қарай кетіп бара жатқан кезде тоже жыпылық ете қалып, сәлем бердік апа қылып жіберген. Сондықтан да жолдастар жай жүрейік. Қазір енді білмеймін енді. Жақсы бір айыппұл алғасың ба, әлде санам кірейін деді ма? Ауылдың арасында өстеп, 60 болса 60-пен, жаймен ұрып бара жатырмыз. Ауа райы 14 градус жылы бүгін. Через 1,2 километра держитесь левой стороны. Айтсаң болды ғой.
Ауа райы бүгін жылы, күн жарқырап тұр, шамалы ғана айдалада бір бұлттар ғана бар, бірақ жылып келе жатыр. Көңіл-күй тоже тамаша. Қазақша өлеңдерімді қосып, тыңдап, ауылды сағынып, еңіреп жылап деймі. Держитесь левой стороны. Сол қазақша өлеңдерімізді жақсылап тұрып тыңдап, әрі қарай кетіп бара жатырмыз. Ой, мына жерген ғой, білем ғой мен бұл жерді. Талай рет болдық қой. Қазір жүгімізді тапсырып, спокойно әрі қарай кетеміз. Машинамызды бердік. Күтіп отырмыз қазір. Жүгімізді тапсырып болып әрі қарай кетеміз.